Веселин Топалов, Ягыз Каан Эрдогмуш. Е4 С5 Сицилиан қорғанысы, АТФ Ж6, піл С4 Д6, рокировка піл Ж7, тура Е1, АТФ6. Д3, АЦ6, АЦ3 және піл Ж4. Не екен білмеймін, Италия партиясындағы осындай құрылымды пайдаланып тұр. H3 алдық және рокировка. Бізге жалпы ақ піл деген керек емес, себебі мына пілімізде тамаша үлкен қиғаш жолға тұрды. Вәзір D3, E6, A3, A6 және B5. Жалпы ақтардың не істеп атқанын мен мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Не істеп атыр олар, қандай мақсатпен осындай вариантты ойнады. Піл F4, ат H5 және тура B8. Вәзір C1, вәзір D7 және тура C8. Мыналар не істеп атыр деген менде сұрақ туындайды. Веселин Топалов қорқып қалды ма деген сондай не мәселе. Піл H6, АТФ6 алдық. Бұл піл бізге де аса керек емес, өйткені мына жерге жетудің мүмкіндігі жоқ. Бұлай және D5. Енді орталықты басып алуға тырысып жатыр. Алдық, атты сарбаз негізгі орталыққа қойды, ат G8. Мына торды және мына торды бақылауға алдық. Жалпы Веселин Топаловтың не істеп атқанын түсініп тұрған жоқпын. Мына пілге көңіл аударыңыздар. Оның бір шығатын, мына жақтан да шығатын жолы жоқ, және мына сарбаздардың да оған ешқандай мүмкіндік бермейді. Бұлай және B4. Біз өзіміздің ойынымызды нақты осы уәзір қанатында басымдығымыз бар, және осы басымдықты біз деген әдемілеп тұрып пайдаланамыз. Бұларда бұл жерде бар болғаны піл мен тура ғана бар, ал бізде уәзір де бар, ат та бар, екі тура да бар деген. A4, уәзір D8 және уәзір A5. Енді уәзірді белсенді жерге алып келдік, мына жерге шабуыл жасау. Бұлай алдық және тура B2 қомағайлар қатарына кірдік. Мына байқұс піл өзінің бір жолын таппады. Бұлай және тура B8. Толығымен B жолын басып алдық. H4 және тура B3. Біз енді ештеңеден қорықпаймыз. Бұлай жүрсе де ештеңеден қорықпаймыз, себебі бізге шабуыл жасауға ешқандай мүмкіндік жоқ. C4. Мына піл деген енді ешқашан шықпайды, өйткені қараңыздар, мына сарбаздардың барлығы бұлай орналасқан. D4, ат G4 және вәзір B4. Толығымен B жолына тұрып алдық, мат қойдық, мына пілге мат қойдық. Вәзір E4, енді мына пілді алатын болсаң, мен нан алам деген сияқты. Жоқ, көкем наны мен сізге бермеймін. Піл C2 және тура C3. Бәрібір мына піл деген ешқайқа бара алмайды. Бұлай және тура C2 осымен ойын аяқталды. Алдық және вәзір мына жерді ап қояды. E4 және тура C3 осымен ойын аяқталды. Жалпы менің Веселин Топалов не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар менде туындайды.